ағаш шебері қонаққа келіп отыр екен. Ағаш шебері біздегі топтағы Оралбек Ахметзадың әкесі Раушан Оралбек. Әкенің орнын білесіңдер ме? Әкенің орны өте жоғары тұру керек екен. Әке біздің отбасымыздың асыраушысы, біздің тірегіміз, біздің қамқоршымыз екен. Деген зат не? Ана? Көрдің бе? Бір-бірлеп жейді. Ағаштан жасалған деген. Не көрші ме? Тартып көріңдер. Мына жерде жасалынғанда кәдімгідей ағаштан ойып жасадыңыз. Енді тұрғанда мыналары не екен балалар? Ағаш. Мыналары несі бұлары? Киегі ма? Киектер деп аталады, е? Киегі деп аталады екен балалар. Көрдіңдер ме? Киегі деп аталады екен. Балалар қараңдаршы. Әр шегінде бір-бірден көрдіңдер ме? Оны осы неге түйген? Келіге, келсапқа түйген екен. Қараңдаршы балалар. Ал сізге осы өнер атаңыздан келді ме, әкеңізден келді ме? Енді оның бәрін әкем үйреткен, ағам үйреткен көрген. Деген жасалады, біле ме? Білесіздер ме не екен? Қамшы. Бұл неден жасалады? Ағаштан жасалады, е? Мына жерде тоғыға деген ағаш болады, содан жасалады сабы. Нашпайтын жері еді. Ау балам, өзіңізге әңгімем бар жеке. айта ғой. Болашаққа арманым көп өте. Дұрыс балам, Соған өзі аламын ба жете. жетесің. Бәрі оңай бола салмайды неге? Балам, Ау әке, не деп ақыл айтайын мен саған? білмейм. Әлі сәби сияқтысың маған. Оңай жету жолы болса оған, жақсы оқу өзі үлкен қадам. Балам, балам, жан балам, жолың оң ба таңдаған. Жүрем әр кез мен сені үшін бұл алам. Ақылыңды аламын, бірақ әлі баламын. Сіздің жүрмен ізіңнен барамын. Әке, Ау балам, өзіңізге әңгімем бар жеке. айта ғой. Болашаққа арманым көп өте. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген топ ішер дегендей, біздің әкемізден үйренетін нәрсені көрсетті. Қол өнерін көрсетті. Осы әкемізді үнемі балалар біз биікте ғана көрейік. Әлі сәби сияқтысың маған. Оңай жету жолы болса оған.